Қалғанымыз бәріміз боспыз. Жұмыс жасайын десең, ең төменгі жалақыны береді. Оған кімді асырап аласың? Сондықтан бәріміздің жағдайымыз төмен түсіп болды. Аналар жүр. Жағдайы жоқ үйлерде тұрып атқан. Оны үкімет қайда қарап отыр бағат болса? Неге мына халық бағып атыр оны? Өзі табысы жоқ, өзінің жұмысы жоқ, өзінің жағдайы жоқ. Бәр жағынан қысылып қалған халық бір-бірінен тиын жинап, соларға көмектесіп үй алып беріп жатыр. Сонда үкімет қайда қарап отыр? Ақша қайда кетіп жатыр? Мұнай қайда? Біз мына астымызда тұрған кілең байлық, осы байлықты баса тұра біз қызығын көре алмаймыз. Сондықтан баршамыздың ауызбіршілік болу керек. Тек қана Маңғыстау үшін емес, біз еліміз үшін шығып тұрмыз. Бүкіл қазақ елі үшін шығып тұрмыз, бауырлар. Қаншылар балдар? Ал мынау жаңа жыл құтты болсын. Ал есептегі бар жылдар ғой, жылды осылай есептегі жылдап жатырмын. Біздің жылсыра бұл емес. Енді осы мына бірліктерің мені қуантып тұр. Үйде жатқан 80-дегі шалымын. Бірақ мынау сендер жиналды деп жаңа бір балдарын көрсеткесі шықтым. Мына таяғымға шейін. Мына осы бірліктерің маған қуантып отыр. Бұл біздің қазақ. Жел шетіне жау келсе, бәрі де атқа мініп жауға шапқан қазақ еді. Қазір кім бізді қорқақ қылған айтыңдар. Оны мен білмеймін. Билік қылып, билік аға. Біз қазір жетеміз олан. Мен тұра немен. Сондықтан менің айтатын балдарым, осы ауыз бірлікті мына біздің киелі Маңғыстаудан басталған дүнияны бүтін Қазақстанның халқы қолдау керек. Қазақта қаны бар, қазақпын дейтін қазақтың бар. Бірақ бір айтатын, мына орынсыз күшке жол бермейік. Құрап қойған мекемемізді құлатпайық. Дұрыс. Бәріміз ауыз бірлікпен өзіміз шешіп, халық басқаратын мемлекет болуымыз керек. Ал біздің келген себебіміз, қалайық, біздің келген себебіміз үйде отырған анамыз. Аналарға дейін қазір енді шығып жатыр міне. Жағдайымыз жақсы болса, біздер бірдеңде осындай суықта еріккенден жүреміз ба? Үйімізде бала шағамыздың тапқанын жеп рахаттанып жатпаймыз ба? Тапқан айлығы балдарымыздың ішіп жеуге жетпей, пенсиямызбен күн көріп бағып отырмыз семьямызды. Балдарымыз жұмыссыз жатыр. Жұмыстың бәрі шетелдіктерде. Не үшін біз шетелдікті бағуымыз керек? Біздің Қазақстан бай. Өз байлығымыз өзімізге жетеді. Өзіміздің балдарымыз еңбек етіп, өзіміз жеуіміз керек.